Баршаларыңызға ассалаумағалейкум, қазақ елі. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Арнамызға қош келдіңіздер. Тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең төменгі жалақы 60 мың теңгеге дейін көтеріледі. Жолдау. Мемлекет басшысы 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап ең төменгі жалақы 42.500 теңгеден 60 мың теңгеге дейін көтеруді тапсырды. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев келесі жылдан бастап ең төменгі жалақыны көтеруді тапсырды. Ең төменгі жалақыны қайта қарайтын уақыт келді деп ойлаймын. Оның мөлшері 2018 жылдан бері көтерілген жоқ, ал әлемдік корона дағдарыс халықтың табысына күш салды. Бұдан бөлек минималды жалақының мөлшері жағынан Қазақстан ТМД-ның бірқатар елінен қалып қойды, деді Тоқаев жыл сайынғы жолдауында. Осыған байланысты мемлекет басшысы 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап ең төменгі жалақыны 42.500 теңгеден 60 мың теңгеге дейін көтеруді тапсырды. Бұл шара 1 миллионнан астам адам тікелей пайдасын тигізеді, ал жанама түрде барлық жұмысшыға пайдалы болады. Көлеңкелі жалақының көлемін де азайтуға мүмкіндік береді, сондай-ақ ішкі сұранысты да ұлғайтады, деп түсіндірді Тоқаев. Мемлекет басшысы ең төменгі жалақыны салық және әлеуметтік салада есептік көрсеткіш ретінде қолданбау қажеттігін де жеткізді. Неге достар, осындай жаңалықтарымызды ары қарай жалғастырамыз.